Сәлем баршаға. Бүгін Джо Диспензаның «Үш күн өзіңмен осылай сөйлесіп көр» деген тақырыбында әңгімелейтін боламыз. Үш күн өзіңмен осылай сөйлесіп көр. Алдағы 3 күн бойы ішкі диалогты өзгерт. Сыртқы әлемді емес, ойыңды, сөзіңді, сезіміңді басқар. Біздің ойымыз өмірімізді қалыптастырады, ал эмоциялар ойларымызды шындыққа айналдырады дегенді жиі естіп жүрміз. Бірақ көп адам бұл сөздің терең мағынасын сезіне бермейді. Ой бұл бағыт, ал эмоция сол бағытқа апаратын энергия. Егер сіз бір нәрсені ойлап, бірақ оны сезінбесеңіз, ол тек қиял болып қалады. Ал егер ой мен эмоция біріккен кезде, ми мен дене соны нақты шындық деп қабылдай бастайды. Джо Диспензаның айтуынша, сіз күні бойы бір ойды қайталап, сол ойға бірдей эмоция қосқан кезде, ми жаңа нейрондық байланыстарды құрады. Осылайша біз болашақты күтіп отырмаймыз, біз оны қазірдің өзінде жаттықтырамыз. Қорқынышпен ойлаған ой сол қорқынышты өмірге шақырады. Ал сеніммен, ризашылықпен ойланған ой жаңа мүмкіндіктерге есік ашады. Сондықтан өзіңе сұрақ қой. Мен күн сайын қандай ойды сезіммен қуаттап жүрмін? Ол мені қай өмірге апара жатыр? Өмір кездейсоқ емес. Ол сенің ішкі күйіңнің көрінісі. Әрбір ой бұл энергетикалық сигнал. Егер сіз үнемі проблемалар, қорқыныштар мен шектеулер туралы ойласаңыз, сол сигналдарды кванттық өріске қайта-қайта жібересіз. Ал кванттық өріс таңдамайды. Ол сіздің не ойлайтыныңызға емес, не сезінгеніңізге жауап береді. Қайталап айтайын, ол сіздің не ойлайтыныңызға емес, не сезінгеніңізге жауап береді. Сіз бір ойды эмоциямен қуаттаған сайын, сол жағдайды өміріңізге шақырасыз. Қорқынышпен ойланған ой, қорқынышқа толы шындықты қалыптастырады. Сондықтан мәселе ойда емес, ойға қосылған ішкі күйде. Егер сіз шектеуді емес, мүмкіндікті, жетіспеушілікті емес, молшылықты сезіне бастасаңыз, энергетикалық сигналыңыз өзгереді. Ал сигнал өзгерсе, шақырылып жатқан өмір де өзгереді. Дәл қазір сіз осы жердесіз. Бұл сіздің жаңа тәжірибеге дайын екеніңізді білдіреді. Сіз дайынсыз. Ескіден арылып, өзіңіз саналы түрде таңдаған өмірді жасауға дайынсыз. Бұл кездейсоқтық емес. Ішкі шақыру дәл осы сәтте сізді осында алып келді. Осы видеоны тыңдауға алып келді. Себебі сіздің санаңыз өзгеріске иә деп жауап беріп тұр. Енді тек таңдау бар. Бұрынғы автоматты өмір ме, әлде саналы түрде жасалатын жаңа шындық па? Сіз дайынсыз. Алғашқы қадам дәл қазір. Бірінші қадам визуализация. Бірақ бұл жай ғана армандау емес. Бұл болашақты күту емес. Болашақтағы өзіңді қазірден сезіну. Визуализация кезінде сіз тек сурет көрмейсіз. Сіз сол сәттегі эмоцияны, күйді, денедегі сезімді қосасыз. Ми үшін айырмашылық жоқ. Нақты болған оқиға ма, әлде терең сезіммен елестетілген тәжірибе ме? Екеуі де шындық. Сондықтан визуализация жаңа өмірді оймен емес, күймен жаттықтыру. Өзіңізді сол адамдай сезінген сайын, сол өмірге сай нейрондық байланыстар күшейеді. Ал ішкі күй өзгерсе, сыртқы әлем де өзгере бастайды. Бұл қиял емес. Бұл саналы таңдау.
Ол арманның ішінде өмір сүру. Ол пайда болмай тұрбақ, оны сезіну. Бұл бір күні болады деген үміт емес. Бұл қазір бардай өмір сүру күйі. Сіз болашақты күтпейсіз. Сіз болашақтағы өз күйіңізді осы сәтте қосасыз. Қуаныш, сенім, ризашылық, арман орындалғаннан кейін келетін эмоциялар. Ал сіз оларды алдын ала таңдағанда, дене мен сана сол өмірді шындық деп қабылдайды. Сонда өмір өзгеруді кейінге қалдырмайды. Өзгеріс сіздің ішіңізде дәл қазір басталады. Бұл иллюзия емес. Бұл ішкі дайындық. Бұл жаңа өмірге берілген сигнал. Армандағы үйіңізді елестетіңіз. Оны дәл қазір болып жатқандай сезініңіз. Сезім қосыңыз. Есікті ашып кіріп келе жатқаныңызды байқап көріңіз. Аяғыңыздың астындағы еденнің сезімін сезініңіз. Үйдің ішіндегі кеңістікті, жарықты, тыныштықты байқаңыз. Үйдің ішінде қалай жүріп бара жатырсыз? Қадамыңыз сенімді ме? Иығыңыз босаңсыған ба? Тынысыңыз терең әрі еркін бе? Қабырғадағы түстерді көріңіз. Терезеден түсіп тұрған жарықты сезініңіз. Бұл үйде сіз өзіңізді қалай сезінесіз? Бұл сіздің кеңістігіңіз. Бұл сіз таңдаған өмір. Осы үйдің ішінде жүрген адам болашақты күтіп отырған сіз емес, арманын сүріп жатқан сіз. Сол күйді жүрегіңізде бекітіңіз. Осы сезімді есіңізде сақтаңыз. Себебі дәл осы сезім сіздің жаңа шындығыңыздың бастауы. Осы күйге қайта-қайта енген сайын сигнал күшейе түседі. Ал әлем сол сигналға соғұрлым тез жауап береді. Себебі сіз ойды емес, күйді тұрақты түрде таңдауды үйренесіз. Әр қайталау ми мен денеге жаңа ақпарат береді. Бұл өмір енді қиял емес, үйреншікті шындыққа айнала бастайды. Сіз сол күйде қаншалықты жиі болсаңыз, кванттық өріске жіберілген сигнал соншалықты анық болады. Ал анық сигнал тез жауаптың кілті. Күту азаяды, күмән әлсірейді, сенім күшейеді. Сонда өмір сізді тексермейді. Ол сізге жауап береді. Өзіңіздің өміріңіздің сценарийін қайта жазуға дайынсыз ба? Мүмкін кейбіреулеріңіз мен визуализацияны бұрында жасап көрдім, бірақ нәтиже болмады деп ойлап отырған шығарсыз. Бұл қалыпты жағдай. Себебі визуализация сиқырлы таяқша емес. Ол жай ғана сурет көру емес. Ол ойды, сезімді, денені бір нүктеге біріктіру. Егер сіз тек елестетіп, бірақ ішіңізде сол сезімді сезінбесеңіз, ми оны шындық деп қабылдамайды. Ал нәтиже эмоция қосылған кезде ғана пайда болады. Жан тәніңізбен сезінгенде, сол күйге кіргенде. Сол сәтте визуализация қиял болудан қалады да, жаңа сценарийге айналады. Өзгеріс сыртта емес, ол сіздің ішіңізде басталады. Ойлар бұл сіздің әлемге жіберетін сигналыңыз. Ал эмоциялар сигналға күш қуат беріп, оны шындыққа айналатын энергия толтыратын нәрсе. Өзіңізді шынымен бақытты сезінген сәттерді еске түсіріңізші. Визуализация кезінде тек елестетіп қоймай, бәрі сізбен бірге болып жатқандай елестетіңіз. Денеңіз бұл шындық екенін қабылдауы тиіс. Көпшілік адамдар енді осы жерде қателік жасайды. Олар бірнеше минут визуализация жасап, өздерін жақсы сезінеді, бірақ кейін қайтадан ескі әдеттеріне оралады. Қайтадан күмәндана бастайды, алаңдайды, сыртқы жағдайларға байланып қалады.
бұл қалай жасайды, бұл қалай жұмыс істейді, бұл мүмкін емес қой деп ойлайды. Сол кезде бәрі қайтадан нөлге түседі. Өйткені сіз бұрынғы өз нұсқаңызға оралдыңыз. Міне, ең маңыздысы, сіз мақсатқа жеткендей өмір сүруіңіз керек. Бұл практикалық тұрғыдан нені білдіреді? Егер сіз қаржылық молшылыққа қол жеткізгіңіз келсе, қазіргі барға ризашылықпен қарап, ақша мен байлыққа деген көзқарасыңызды оң бағытқа өзгертіңіз. Егер денеңіздің сау болуын армандасаңыз, оған сүйіспеншілікпен қарап, денеңіз өзі емдеп жатқандай әрекет етіңіз. Қарым-қатынаста жетістікке жеткіңіз келсе, махаббат сәулесін шашып, оны да дәл қазірден бастап өзіңізден таратыңыз. Бұл өз-өзіңді алдау емес, өтірік айту емес. Бұл өз энергияңызды таза, оң кеңістікке бағыттау. Сол кезде сіздің арманыңыз қазірдің өзінде бардай көрінеді. Сіз тек оған үйлесімділікті тартып жатырсыз. Егер өміріңіз қазір хаосқа толы болып, бәрі мүмкін емес сияқты көрінсе, мен сізден өзіңіз қалаған өмірге, ішкі сезімдерге назар аударуыңызды сұраймын. Түсініңіз, өміріңіздің мүмкін болатын әрбір нұсқасы қазірдің өзінде бар. Ол кванттық алаңда. Маңыздысы, сіз сол шығысты, сіз оны өзіңіз қалағандай таңдау жасай аласыз. Енді 3 күндік тәжірибе туралы айтайын. Неге дәл 3 күн? Себебі миға жаңа ойлау моделін таныс нәрсе ретінде қабылдай бастауға шамамен осы уақыт қажет. 3 күн ғажайып сандардың бірі емес, бірақ жаңа бағытты анықтауға мүмкіндік беретін уақыт аралығы. Осы 3 күнде сіздің міндетіңіз мейлінше зейінді болу. Оянып бірден визуализация жасаңыз, мақсатыңызға жеткеніңізді елестетіп, сол сезімді ішіңізде қабылдаңыз. Өз күйіңізді қалай өзгеретінін байқаңыз. Осы 3 күн ішінде осы сезімдерге мүмкіндігінше жиі оралыңыз. Машинада, жолда, кезекте тұрған кезде, кез келген үзілісте өзіңіз қалайтын шындыққа оралыңыз. Ең маңыздысы, осы 3 күн ішінде өміріңізге жаңа ниетіңізге қайшы келетін барлық нәрсені алып тастаңыз. Шағымдану, қорқыныш, алаңдаушылық сезімдері болмау керек. Қиындықтар туындаса, оларға қарсы күреспеңіз. Тек жайлап, саналы түрде назарды қайтадан өзіңіз жасап, сезіп отырған күйге аударыңыз. Бұл әрине оңай болмауы мүмкін, бірақ ол қалыпты жағдай. Сіз миыңыздың жұмысын қайта бағдарламалап, жаңа нейрондық жолдар жасап жатырсыз. Кейде өзгерістер көп уақыт қажет етеді. Нәтиже бірден байқалмауы да мүмкін. Бірақ мен мынаны сізге сенімді айта аламын. Егер сіз осы 3 күнді жүрегіңізбен өткізсеңіз, процеске толық кірісіп, қозғалысты сезесіз. Мүмкін ол ағылшынша қозғалыс болады, бірақ қозғалыс осыдан басталады. Ішкі өзгерістер осылай басталады. Адамдар да сіздің ойыңыздағы шындыққа үйлесе бастайды. Қалағаныңыз өзі материалдық тұрғыда көріне бастайды. Сіз осы видеодан кейін өзіңіздің болашақтағы қандай өмірді қалайтын шындығыңызды өзіңіз жасап, визуализация жасап, өміріңізге енгізіңіз. 3 күн бойы визуализация жасаңыз. Визуализация кезінде тек қана ойламаңыз, суреттерді елестетпеңіз, оған сезім қосыңыз. Сосын күні бойы осы сезімді ұстануға тырысыңыз. Өзіңізді әр 2 сағат сайын мен қандай сезімде отырмын деп өзіңізден сұраңыз. Содан кейін визуализация кезіндегі сезімдерді сол бір сәтті өзіңізге қайтарыңыз. Яғни, әр қорыққан, күмәнданған уақытта өзіңізге
іштей сенімділік беру үшін осы визуализация кезіндегі сәтіңізді, күйіңізді, сезіміңізді тағы да өзіңізге қайтарыңыз. Сол кезде 3 күн бойы осы әрекеттерді жасасаңыз, сіздің өміріңіз міндетті түрде өзгере бастайды. Сәттілік!